Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Екінші бөлім. Стивтің байлығы 23 жасында $1 миллион болды. 24 жасында $10 миллион. Ал 25 жасында $100 миллион жетті. Бұл ақшаның барлығын Стив өзінің талантымен, қажырлы еңбегімен тапты. 1984 жылы Джобс өзінің командасымен Macintosh компьютерін жасады. Осы уақыт ішінде Apple өзінің директорлар кеңесімен үлкен корпорацияға айналды. Директорлар кеңесі Джобсты компания басшылығынан алып тастады. Стив Джобс өзінің гаражында өзі құрған компаниядан кетті. Джобспен бірге оның досы Стив Возняк компаниядан кетті. Бірақ Джобс ешқашан үмітін үзбеді және көңілін қалдырмады. Көп ұзамай Джобс жаңа Next компаниясын құрды. Айтпақшы, интернет ғаламтор Next компьютерінде ойлап табылды. 1986 жылы Стив Джобс Джордж Лукас жұлдызды соғыстардың авторы құрған анимациялық студияда әлеуеттік көрді. Стив бұл анимациялық компанияны сатып алып, оны Pixar аты деп өзгертті. Pixar'дағы басты аниматор Джон Лассетер болды. Ойыншықтар тарихи атты алғашқы толық метражды компьютер мультфильм тек қана 1995 жылы жарық көрді. Және мультфильм тарихындағы ең сәтті жобалардың бірі болды. Pixar студиясы тағы бірнеше хит шығарды. 1997 жылы Apple компаниясының жағдайы жақсы болған емес. Сондықтан Apple компаниясының директорлар кеңесі Next компаниясын сатып алуға шешім қабылдады. Және Стивті Apple компаниясының басшылығына қайтаруға шешім қабылдады. 1998 жылы Джобс iMac ойлап тапты. 2001 жылы iPod музыкалық ойнатқышын жасады. Ал 2007 жылы Стив iPhone ойлап тапты. iPhone өнертабысы әлемді толығымен өзгерткен технология. Әлеміндегі ең маңызды оқиға болды. Өкінішке орай, 2011 жылы Стив Джобс қатерлі ісіктен қайтыс болды. Бірақ Стивтің өмірі жастарға үлгі бола алады. Стив кішкентай болған кезінде оны ата-анасы тастап, Стив жетім қалды. Бірақ осыған қарамастан, Стив әлемдегі ең табысты компанияны құрды. Ол ешқашан үмітін үзбеді және өмір бойы өзін-өзі тәрбиелеумен айналысты. Ең алдымен сіз өзіңіз болуыңыз керек. Өйткені әр адам керемет. Сонымен қатар басқалардан үйреніңіз. Міне, жастар Стивтен үйренуі мүмкін бірнеше дұрыс нәрсе. Істер әрқашан сіздің жоспарыңызға сәйкес келе бермейді. Бірақ тырысуда жалғастыруыңыз керек. Стив Джобс айтқан: мен табыссыз кәсіпкерлерді сәтсіздіктен ажырататын нәрселердің жартысынан көбі табандылық екеніне сенемдімін. Сондықтан берілмеңіз, қайта байқап көріңіз. Армандаушы болыңыз. Стив үлкен арманшыл болды және әрбір үлкен идея арманнан басталатынын білді. Менің бұл бағдарламам біздің жастарға табысты кәсіпкер болуға көмектеседі деп үміттенемін. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.